Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге ерекше әрі дәмді болып шығатын нан палаудың жасалу жолын көрсетпекшімін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін біз ең алдымен табамызға кішкене май құйып аламыз дағы етімізді салып қуырамыз. Осылай жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, оны да жақсылап бір 30 минут қуырып, бетін жауып қуырып аламыз. 30 минут қуырылам дегенше қамырына су, жұмыртқа және тұз, ұн қосып, жақсылап қамыр илеп қоямыз. Міне қамырымыз үйленіп қойды. Енді июі қанғаннан кейін оны жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Міне жайып алдық. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөле берсеңіздер болады, үлкен кіші қылып. Міне бөліктерге бөліп алдық. Енді газымыздың үстіне осындай табамызды қойып, бәрін 1-2 минуттан кішкене осындай болып шыққанша қойып аламыз. Осылай жақсылап бәрін 1-2 минуттан осындай қып әдемілеп қойып пісіріп аламыз қамырларымызды. Міне барлығын пісіріп алдық қамырларымызды 1-2 минуттан. Енді жаңа 30 минутқа қойып қойған етіміз бен пиязымыз жақсылап пісіп қуырылды. Енді сәбізіміз бен жасыл, қызыл және сары тәтті бұрыштарымызды осылай ұзынша етіп турап, оны да 15 минут пісіріп аламыз, бұқтырып қоямыз. Енді қамырларымызды осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Міне турап алдық. Енді бұрышымызды, тұзымызды бәрін жақсылап қосып, араластырып, дәмін келтіріп, осы туралған қамырымызды салып, бұқтырып қоямыз. 15-20 минутта пісіп шығады. Міне пісіп шықты. Ортасында бір араластырып қойдым. Осымен біздің нан палауымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, күшті, ерекше тағам болып шықты. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.